Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен өте тез пісетін, тез дайындалатын хвост жасаймыз. Егер де менің рецептім сіздерге ұнап жатса, YouTube каналыма тіркеліп, комментарий жазып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Бізге хвост үшін керек заттар: 3 жұмыртқаны жарып алдым, 50 грамм шекер, 5 грамм сода, 3 граммдай тұз көп керек емес, и коньяк керек, біраз қасықпен. Сосын алдын ала електен өткізілген ұн керек. Жұмыртқамызды жақсылап айналдырып аламыз да, шекерімізді салып, одан кішкене тұзымызды саламыз. Жақсылап араластыруымыз, шекер еру керек. Жұмыртқамен бірге содамызды саламыз. И десертный ложкамен коньяк құямыз. Коньяк негізінде хвостты қытырлақ қылу үшін және жақсы көтеру үшін керек. Бәрін араластырып, алдын ала електен өтіп алған ұнымызды салып, қамырымызды илейтін боламыз. Жұмыртқамыз, шекеріміз бәрі жақсы араласқаннан кейін жайлап ұнымызды салып араластырамыз. Қамыр қатты болмау керек. Қатты жұмсақ болмау, орташа болу керек үйленген кезде. Қастың көмегімен араластырамыз, одан кейін қолмен жақсылап илеп аламыз. Қамырымызды илеп алдық, енді 10-15 минутқа тоңдырып қоямыз. Қамырымыз 10-15 минут тұрды. Енді оны алып, суалап, орташа қалыңдықта жаямыз. Қамырымызды өстіп, жайлап, әзір оқтауға орамай, шетінен айналдырып отырып жаямыз. Шамалы орташа қалыңдыққа жеткен кезде барып, оқтауымызға орап жаятын боламыз. Әзір айналдырып жаямыз. Оқтауға орап жайып жатырық. Ішіндегі қамыр жұқа болып кетпеу керек. Жұқа болып кетсе, майға салған кезде тек қана жұмыртқаға айленген қамырымыз тез қарайып пісіп кетеді. Қалыңдығы нормада болу керек қамырдың. Қалыңдығы мынандай болу керек жобасы. Жайып алған қамырымызды осындай стаканның бәйде бокалдың көмегімен дөңгелектеп ойып аламыз. Сонда дөңгелегіміз біркелкі болады, өстіп ойып алып, кейін ойып алған дөңгелектерімізді үшеуден бірінің үстіне қаттаймыз. Ортасын басып, айналасын пышақпен тіліп, гүлдің формасына келтіреміз. Бәрін ойып аламыз. Осылай үш бөлігін бірінің үстіне бірін қойып, ортасынан басып тұрамыз, саусағымызбен шетін өстіп тілеміз 4 жерінен. Сонда осындай форма болып шығады. Дайын болған хвостты өстіп қызып тұрған майымызға салып, қуырып аламыз. Екі бетті тез айналдырмаса, жұмыртқаға айленгенден тез күйіп кетуі мүмкін. Ортасын ашық деп уайымдамаңыздар. Ортасын 3 дөңгелекті бір-біріне қаттап, ортасын қатты басқаннан кейін ол ашылып кетпейді. Майға түскен соң гүл формасы сияқты болып көтеріліп, осындай форма болады. Тез айналдырып алатын боламыз мүмкін. Өте тез пісетін, әлі оңай. Берем жүрсің. Өзі тұру бар ма? Тұрасың ба? Қандай көрдің ме? Тез пісетін. Формасы мынандай болады, гүл сияқты. Дәмі де тәтті болады. Хвост, бірақ оны гүл сияқты формасы қылып жасадық. Оны орап та істеуге болады, орамап. Хвостымыз дайын болды. Өте дәмді, әсіресе балдарға ұнайды. Егер де сіздерге де ұнап жатса, каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басыңыздар.